Қазақ поэзиясының мұзбалағы жыр әлемінің жарық жұлдызы Мұқағали Мақатаев. Биыл ақиық ақынның туғанына 95 жыл. Осыған орай Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Орал Исаев ауылындағы орта мектепте еске алу кеші өтті. Тағылымды шараға ақынның ұлы Жұлдыз Мұқағали арнайы қонақ болып келді. Толығырақ сюжетке назар аударайық. Кешке бастауыш сынып оқушыларынан бастап жоғары сыныпқа дейін белсене қатысты. Олар ақынның жүрек тербетер өлеңдерін оқып, әндерін шырқады. Тіпті жастарындар Мұқағалиға арна өлеңдерін жазып, сахна төрінде тебірене жеткізді. Әсерлі көріністер қойылып, ақынның өмірі мен шығармашылығы сахналық қойылым арқылы көрерменге ұсынылды. Бүгінгі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне ұйымдастырылып отырған "Мен өмірді жырлау үшін келгенмін" поэзиялық кешінің басты мақсаты оқушыларымызға ақынның поэзияларын кеңінен насихаттау. Енді оқушылар осы ақынның поэмаларын оқу арқылы өмірді сүюді, адамгершілік, отанын, жерін сүюді насихаттап, сол ақынның поэзиясы арқылы елге деген сүйіспеншілігін арттыру. Бүгінгі кешіміздің қонағы Мұқағали атамыздың ұлы Жұлдыз Мұқағалиұлы. Ол кісі әкесінің өмірін оқушыларға біз білмейтін қырларын, біз білмейтін өміріндегі оқиғаларын таныстырып, оқушылардың танымдық білімдерін арттыруға өз үлесін қосады деп сенеміз. Кештің ерекшелігі Қарасаз ауылындағы музейден арнайы көшпелі көрме ұйымдастырылуы. Мектеп ішіне ақынның жеке қолданған заттары мен сирек экспонаттары қойылды. Яғни Мұқағали Мақатаевтың өзі киген киімдері, қолжазбалары, жеке заттар әкелінді. Мұндай жәдігерлерді балалардың көзімен көріп, тарихтың сезінуі үлкен әсер береді дейді музей басшысы. Енді бұл жердегі оқушылар көпшілік назарына ұсынатын нәрселер, енді Мұқағали атамыздың қолжазбалары, одан кейін өзінің тұтынған заттары, алған сый-сияпат заттары бар. Мысалы, Ғабит Мүсірепке Аққулар ұйықтағанда поэмасын оқып берген кезде асқан ризашылықпен сыйға тартқан алтын басты қаламы келді. Өзінің ұстаған портфелі кезінде 1969 жылы Шымкент былғары фабрикасында жасалған. Бұл да енді көпшілік назарына ұсынылып отыр. Өзінің пайдаланған сағаты, телефон, одан кейін сол жыр жинақтары осы көпшіліктің назарына ұсынылып отырмыз. Бұл кештің қадірлі қонағы ақынның көзін көрген, аманатын арқалап жүрген ұлы Жұлдыз Мұқағали. Әке мұрасын насихаттап, жырын жас ұрпаққа жеткізуді парыз санаған ол бүгінгі шараға арнайы келді. Мына әкеміздің 95 жылдығы. Бұл да енді бір Құдайға бұйырса 5 жылдан кейін әкеміздің 100 жылдығы болады. Онымен қоса мынау әкеміздің шығармашылығын халыққа дәріптеуде өзіміз қор ұйымдастырғанбыз. Сол қордың жұмыс істегеніне міне биыл 26 жылы 20 жыл болады екен. Сондай датымен сол бүкіл мына қазақ елінде жерлерде тойланып жатыр. Әкеміздің туған күні 95 жылдығы. Енді міне осы Құдай бұйырып, мынау Исаев ауылына келіп отырмыз. Осы жерде орта мектеп бар екен. Енді сол мектептің шақыруымен міне соларға мына ұстаздарымен сәлемдесіп, сол бір балаларға арналған, әкеміздің шығармашылығына арналған шараға қатысуға келдім. Жыр алыбына арналған тағылымды кеш оқушыларға рух беріп, поэзияға деген сүйіспеншілікті арттырды. Мұқағали мұрасы уақыт өткен сайын құнын жоймайтын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын асыл қазына. Әсем Бақытжанова, Гарри Бармашев, Алатау ақпараты.